Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен хит болған корейлік стилдегі бенто тортын жасаймыз. Яғни бұл бенто тортын мағынасы кішкентай порция. Яғни бір адамға немесе екі адамға арналған кішкентай торт айтамыз. Достар, менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қойсаңыздар, менің алда көптеген рецепттерім сіздерге шығып тұратын болады. Және лайк, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ал енді біз бисквитімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге қажетті жұмыртқа. Осының үстіне қантымызды салып, миксермен 2-3 есе массамыз ұлғайғанша жақсылап миксерлейтін боламыз. Енді кезек мынау ванилин сахарын қосамыз. Міне массамыз ұлғайды. Енді миксерді алып тастаймыз. Ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп салатын боламыз. Бұны миксермен миксерлемейміз, себебі массамыз түсіп кетеді. Сол себепті осындай силиконды лопатканың көмегімен араластыратын боламыз. Міне жоғарыдан төмен қарай осылай араластырамыз. Массамыз дайын болды. Енді мына пергамент қағазын төсеп, формамызға құйып 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Менде малина. Малинаны үстіне қант пен крахмалымызды салып, араластырып баяу отта пісіретін боламыз. Біздің начинкамыз осындай қоюланады. Дайын болды. Енді суығанша қойып қоямыз. Енді кезекте креміне кірісеміз. Бізде сары май үй температурасындағы, үстіне қант ұнтағын қосып, жақсылап миксерлейміз. Дайын болды. Оның үстіне творожный сырымызды қосамыз. Креміміз дайын болды. Лопаткамен жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің бисквитіміз дайын болды. Енді пергаменттен алып, шетін туралап, осылай пышақтың көмегімен кесіп шығамыз. Ортасынан бөліп, мен 4 бұрышты бенто торт жасадым. Міне қойып, енді осы бисквитімізді сироппен пропитка жасайтын боламыз. Пропитка барлық бисквитке жағып шығамыз. Сол кезде бисквитіміз жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Үстіне кремімізді жағып, барлығын бір тегіс етіп жағып шығамыз. Бір слойын. Қазір бортигін жасаймыз да, ішіне начинкасын құйып шығамыз. Начинкасын өздеріңіздің қалауларыңызға қарай жасасаңыздар да болады. Құлпынаймен де жасасаңыздар да болады, өте дәмді шығады. Бұл менде малина. Енді үстіңгі бисквитті қойып, үстіңгі бисквитінде пропитка жасаймыз. Достар, бұл менің екіге бөліп шығардым. Бұл бірінші бенто торт. Қаласаңыздар, екінші бенто тортты да шығаратын боламын. Ол начинкасыз, тағы да безендіру түрімен көрсететін боламын. Ол үшін менің каналыма тіркеліп қоңыраушан басып қойсаңыздар, сіздерге менің рецепттерім шығып тұрады.
мына сыртын қаптаймыз. Ендігі кезекте жақсылап бір слой жағып шығамыз да холодильникке қойып қоямыз 1 сағатқа. Туралап осындай барлық шетін тегіс етеміз. Ал жарты креміне мен осындай көк түсті пищевой краситель қолдандым. Қалауларыңызша өздеріңіз әртүрлі түсті қолдансаңыздар да болады. Міне сыртын көк түспен қаптап шығамын мен. Барлығына бір тегіс етіп, осылай жағып туралап шығамыз. Міне бір тегіс болды, холодильникте тұрды. Енді кезекте бетін өздеріңіздің қалауларыңызша сәндесеңіздер де болады. Мен мына жерде жазуын жаздым. Суреттер салсаңыздар да болады, егер сурет ұнайтын болса. Әртүрлі фантазияларыңызға қарай сәндей берсеңіздер болады. Міне достар, менің тортым дайын болды. Сіздермен болған Фариза Шалқарқызы. Жасап көріңіздер. Келесі кездескенше.